Қайырлы күн, құрметті оқырманым, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, оңай жасалатын жеңіл салаттың рецебімен бөлісемін. Жуылып дайын тұрған қиярымызды дәл осылай ұзынша қылып кесіп шығамыз. Салат жапырағында жуып дайындап қойдым. Оны да видеода көрсетілгендей кесіп дайындап қоямыз. Салатымызды дайындауға кірісеміз. Ыдысымызға салат жапырағын саламыз. Үстінен піскен ет саламыз. Тауық етін қолдансаңыздар да болады. Туралған қиярымызды саламыз. Және қалбырдағы жүгерінің жарты бөлігін саламыз. Майонез және дәміне қарай тұз бұрыш салып араластырамыз. Салатымыз өте дәмді болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіз. Және барлық құрамы үйде бар қолжетімді заттардан тұрады. Мінекей біздің оңай жасалатын, дастарханыңыздың сәнін келтіретін дәмді салатымыз дайын болды. Достар, қазақша каналдың дамуына үлес қосып, лүпіл басып, пікір қалдырып, маған тіркеліп кетіңіздер.